жалпы балалар ойлап көрші. Бірінші біз сабақ басталмас бұрын ошақ мақсатында бақыт дегеніміз не? Елдер айтады, бақыт деген сенің бала күндерде сендер нағыз бақытты кетерің. Ал сендер бақытты қалай бағалайсыңдар? Соны айтыңдаршы. Бақыт деген бостандық қой, құс секілді еркін болу керек. Еркіндік бұл басқалардың тыныштығын құрметтеу, өз еркіндігіңді бағалау арқылы ғана бақытқа келеді. Шектен тыс еркіндік құқық бұзушылыққа келеді. Бақыт дегеніміз жақсы көру ғой. Жақсы көрген адамдардың ортасында жүрген мен үшін бақыт. Жақсы көру адамға қуаныш әкелу керек. Адам өмірінде зиянды заттардан аулақ болу. Олар орнықтылмас өкінішке әкеледі. Бақыт дегеніміз ақша ғой. Ақша мен байлық болса бәрі бар. Байлық тек адал еңбекпен келу керек. Заңсыз байлық бұл қылмысқа жетелейді. Біз қызыларым мектебінің оқушылары бақытты, басқалардың бақытын құрметтеу арқылы ғана жетуге болатынын айтамыз. Дәртке бағынған ел, бақытты бағындырған ел.